Баршаңызға сәлем достар. Дәл қазір менің каналыма жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Егер түсіңізде мешітті көрсеңіз, пайғамбарымыз Мұхаммедтің сүннетімен жүретіндігіңізге ишара. Түсіңізде мешіт салып жатқаныңызды көрсеңіз, жақсылыққа жорылады. Сіздің әділ екендігіңізді, туысқандармен жақсы қарым-қатынаста екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде үлкен мешіт көрсеңіз, сіздің адамдарды жаманшылықтан тыйып, жақсылыққа шақырып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде мешітке кіріп сәжде еткеніңізді көрсеңіз, сіздің тәубеңіздің қабыл болатындығына ишара. Түсіңізде жолаушы болып мешітке кірсеңіз, туыстық қарым-қатынасты бұзып жатқандығыңызға ишара. Түсіңізде мешітте қайтыс болғаныңызды көрсеңіз, жауыңызды жеңетіндігіңізге ишара. Түсіңізде үйіңіздің мешітке айналғанын көрсеңіз, сіздің шыншыл және әділ екендігіңізге ишара. Түсіңізде Меккедегі Әл-Харам мешітіне кірсеңіз, жаманшылықтан алыс екендігіңізге, аманшылықта болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде мешіт немесе медреседе тұрып жатқаныңызды көрсеңіз, сізден бүкіл әлем үлгі алу керек екендігіне ишара. Түсіңізде мешіт салып жатқаныңызды көрсеңіз, діндар әйелге үйленетіндігіңізге ишара. Түсіңізде мешіт немесе медресенің айналасы жаман болып жатқанын көрсеңіз, сіздің нашар адам екендігіңізге ишара. Түсіңізде мешітке келсеңіз, бірақ мешіттің есігі жабық болса, қиыншылықтарға тап болатындығыңызға ишара. Ал егер сол есікті ашып мешітке кірсеңіз, тура жол табатындығыңызға ишара. Түсіңізде мешіттегі михрабты, яғни имам хұтпа айтатын орынды көрсеңіз, жақсылық болатынына ишара. Түсіңізде мешіттің моншаға айналғанын көрсеңіз, бір жаман іс жасап жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде бір топ адаммен мешітке кірсеңіз, үйленетіндігіңізге ишара. Түсіңізде Иерусалимдегі Құддус мешітінде намаз оқып жатсаңыз, тура жолда екендігіңізге ишара. Түсіңізде Иерусалимдегі Құддус мешітінде намаз оқып жатсаңыз, бірақ қыблаңыз дұрыс болмаса, сізге қажылық жасау керек екендігіне ишара. Түсіңізде мешітте намаз оқып жатсаңыз, рызық несібеңіздің артатынына ишара. Түсіңізде мешіт көрсеңіз, жақсы жаңалық келетіндігіне ишара. Түсіңізде мешіттің құлағанын көрсеңіз, өміріңізде бір қиыншылықтардың болып жатқандығына ишара. Түсіңізде мешіттің құлағанын көрсеңіз, ақшаңыздан немесе жұмысыңыздан айырылғандығыңыздың белгісі. Түсіңізде мешіттің ішінде жүрсеңіз, мешітке баратындығыңызға және діндар болатындығыңызға ишара. Түсіңізде харам ақшамен немесе жаман нәрселермен мешіт салып жатсаңыз, сондай-ақ қыбладан басқа жаққа бұрып салсаңыз, жаманшылықтың және зұлымдықтың белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.